Ең әдемісі ұлан үйленді. Ойда емесін, қалды ересін, Домик. Ұлан енді үйленді, дұрыс па? Бірақ көбісінде сұрақ туындайды тағы да. Неге мына бала жасы 20-ға келіп, арасында үлкен-үлкен жігіттерінен озып, неге ерте үйленіп кетті деген сұрақ туындайды. Шынымен неге ерте үйленіп кеттіңіз? Ішіміз кетті. Ішіміз қандай да былай ғой енді. Біле білсеңіздер, менің әкем Жайдарман ойнаған. Менің әкем Жайдарман ойнап біте салысымен, өмірге мен келдім. Ары қарай Жайдарманды мен ойнап кеткем. Ертең енді Жайдарманды мен ойнап біткеннен кейін дұрыс енді. Бір команда дайындап ұстағансың ғой. Бәрі Жайдарманның қамы ғой деп жатыр. Беташарды өткізіп алдық, аман есен беташарды өткізіп алдық. Бірақ бір қызығы беташар өттіп, кешке таман ұланды Астанаға пойызға салып әкетіп қалдық. Сол дұрыс болмады негізі. Неге? Үлгіре алмай қалдық қой іште. Неге үлгіре алмай? Палау жеуге үлгіре алмай қалдық деп отырмын, ешқайсымыз жеген жоқпыз. Ұлан біздің оңтүстікте үйленген жігіттің тойында пісірілген палауды өзі жемейді. Наурыз енді палаудан да басқа нәрселер бар ғой.